Assalamu alaikum dostlar. Merhaba arkadaşlar. Nihayet cuma ertesi ve efirde Kenya Balalen programması. Sizden bugün men Canike ve dostum Afize bulunacakmız. Bugün yayınımızda pek çok meraklı lifhalar olacak. Ondan da başka sizni rubrikalarımızdan kuvandıracakmız. Canike key seyircilerimizni kuvandırayık ve birinci rubrikamızda göstereyik. Dostlar, selam aleyküm. Sizin Kenya'da men Elmaza ve dostumuz Victoria bulunamız. Selam aleyküm. Bugün de biz güzel ve meraklı şeyler yaşamaya öğreneceğiz. Demek başlayalım. Victoria, aytıp beriniz bugün neler yapacağımız? Сегодня сделаем волшебную игрушку – калейдоскоп. Калейдоскоп – это оптический прибор, внутри которого цветные элементы при прокручивании создают симметричные узоры. Основа калейдоскопа – это картонная трубка, а внутри зеркальные пластины, расположенные особым образом в форме призмы. 3 зеркала склеиваем при помощи скотча, а вместо зеркала можно использовать фольгу. Из пластика, например, из коробки, вырезаем 2 круга. Я уже это сделала заранее. Вставляем призму в трубку и устанавливаем прозрачный круг. Pek meraklı. Endi ne yapmak gerek? Помещаем в трубку бусины, камни. Важно, чтобы они были разного размера и пропускали свет. Приклеиваем второй прозрачный круг, а с противоположной стороны приклеиваем круг с отверстием для глаза. Наш калейдоскоп готов. Остался декор. Можно использовать красивую бумагу, расписать красками. Мы выбрали блестящий фоамиран. Наклеиваем его с помощью двустороннего скотча. Края калейдоскопа украсим кружевом и бусинами. Узоры в калейдоскопе никогда практически не повторяются. Как сказал один ученый, если у вас есть калейдоскоп с 20 стеклышками, и вы будете поворачивать его 10 раз в минуту, вам понадобится 500 тысяч миллионов лет, чтобы посмотреть все варианты узоров. А теперь и вы сможете сделать такую волшебную игрушку из тех материалов, которые найдутся у каждого дома. Hatırlatamiz, rubrikamızın tekrarını ictimai ağlarda tapmağa mümkün. Ve siz onu bakıp bizimle beraber güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Görüşkence. Afize yayınımızda yaxşı başladık. Kuvanç, kuvandırayıq sözlerini işlettik. Belki mevzumuzni de bu sözge bağışlayıq. Yaxşı teklif, Kovanç sözünü men de beğendim. Öyle olsa, bir sualime cevap ver. Senin için Kuvanç bu nedir? Kovanç sözü men için bu yaxşı kev demek ya sen için? Men ise cevabını növbetdeki lifhamızdan son aytarım. Baxamiz dostlar. Merhaba dostlar. En uzun isimlerinden birini tanıştırmaya isteysiniz mi? Aysa başlayalım. Men elbette sığır akta aytam. Onun uzunluğu 200 kilometreden ziyade.
Салғыр Крым пайтақтыны әкеге бөлі, Виаман-Аман оның біркесінден кечек. Салғыр чықысы өзілер кебін дағларда бұшлай. Мен бересім бұз бұгерлеріні да барып көрер. Дағларға чықмадан өвел келіңіз бұл өзіне осында кейп алайын. Сон Женеке, жауабын не olacak? Мен үшін қуанч сөзі чоқ мана ташый. Mesela мектепте күнде бір хачбеш алсам, о да мана қуанч olur. Пек doğru Женеке, сенің қуанчына біздің сержеріміз де қошылыр. Мен де өле түшінем, чүнки талебелер үшін яқшы бағалар бұл қуанч. Біз үшін сен ебеттікі рубрикамыз қуанч етері. Сейір етеміз. Селям алейкум, эфирде хаберчиклер рубрикасы. Студияда мен Айше ve кардашым Эльмас çalışамыз. Волгоград шәһәренең талебеләре яраларны яхшы etken ilaç тапканлар. Бу ади ilaç дәгел екен, оның əsas malzemesi бахыр екен. Талебеләрнең айтканларына күрә, бакырны хасталыкларга каршы тәсире бар екен. Бу ilaç крем шәклендә olmak керек. Кичек алимләргә ниетләренә yetмәгә теләймез ve яңа ilaçны бикләймез. Байтакта ise мектеп талебелері үшін онлайн экскурсиялар hazırlaylar. Bu экскурсиялар Москва шәһәренең музейлері бойынша кечерелəcek. Ama yakın vakitlerde bu hizmet tek merkezinin баларына gösterilecek. Bugün bu haberlerinin episi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Женеке, ақылыма да бір şey келді. Қуанч дұғысы güzel кезінтілер де берем. Кезінтілер бұл аслында біздің мевзумыз. Керчектен де кезінтілерге барғанда пек қуанамыз. Ұрын бойы кезінтілер әркезіні қуандыра, бақ қач адам келе. Демек, адамлар кезінтілерден пек жоқ қуанч алалар. Шымды рубрикамызны бақамыз. Уяу, там, кереміне битам каош, кете, пизмеке кете. Афизе, сен насыл қуандырғанса ақында айтачақ едің? Мен бірісіні қуандырмақ мевзусыны айтачақ олам. Бұл яқшы фікір. Керчектен де бірісіні қуандырсан, осын да қуанарсын. Мен бірісіні қуандырмақ пек бегенем. Mesela достыма бақшыш берсем, о қуана, оны көріп, мен де қуанам. Мен есе сержілерімізді, лұғатшық рубрикамызды көстеріп қуандырмаға істейім. Балачықлар, селям алейкум! Луғатшық рубрикамыздың вақыты келді ве бүгін де біз ана тілі білгілерімізді зенгінлештірежеміз. Демек, бүгінгі программамызда бойле сөзлер яңғырады. Озен, река. Дағ, гора. Uzunluk, длина. Пайтахт, столица. Яра, рана. Иляч, лекарство. Мальземе, материал. Бакыр, медь. Хызмет, услуга. Больмек, разделять. Дондурма, мороженое. Ресімлерні бақтық, сөзлерні ешіттік, енді оларны ezberlemеге қалды. Мені сізлерінен сағлықлашам, лұғатшық рубрикамыздан айрылманыз, виана тілімізні güzel біліңіз. Білесің Женеке, да бірісіні ярдым етіп қуандырмақ мүмкін.
Эбет меселе ана-бабамызға ярдым етсек, олар пек қуаналар. Еді сейжілерімізні ярдым етіп, қуандырмамыз мүмкін. Меселе бақшыш алымаға ярдем етеміз. Анлағаныңыз кебі достар, біз конкурс ішлері хақында айтамыз. Азчық вақыт қалды, біздің конкурсымыз бітежек. Оның үшін онда іштірақ айтыңыз. Біз тез күнлерде яршымызға өкінші кечекміз. Оның үшін ашыққыңыз. Сізлеріні көзел бақшышлар беклей. Біз сізден сағылдашамыз. Келечек яйынларда көрішкенше!